Сәлем достар, біз бүгін қызыл балықтан сорпа жасайтын боламыз. Бізге қажетті заттар, яғни қызыл балық, сәбіз, пияз, картоп керек болады. Мен картоп пен сәбізді осындай теркамен кесіп алдым. Енді ыдысымызға 50 грамм сары майды салып, ертіп алатын боламыз. Енді пиязды салып, аздап қуырып аламыз. Достар, өздеріңізге ұнайтын оливковое масло, нерафинированный қолдансаңыздар болады. Менде сары май ғана болды, сондықтан соны қолдандым. Енді қызыл балықты салып, аздап тағы да қуырып аламыз. Енді тұз саламыз, дәміне қарай. Менде гималайский розовый тұз, кішкене қара бұрыш саламын. Енді үстіне сәбізімізді салып, кішкене тағы да қуырып аламыз. Енді картошкамызды саламыз. Суды барлығы батып тұрғанша құятын боламыз. Енді аздап біз тұзын тексеріп көреміз. Егер де аз болса, кішкене салып жібереміз. Салып, жарты сағаттай пісіретін боламыз. Достар, біздің сорпамыз пісті. Бәріңізге ас болсын.